Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, Алла тағалаға сансыз мақтау болсын, сүйікті болған пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва салламға салауат болсын. Иншалла келген қадамдарыңыз сауаптан болсын. Алла тағала дұға тілектерді қабыл етсін, иманымызды кәміл етсін. Иншалла Алла бәрімізге жақсылық берсін. Адам жұма күні намазға келеді, иманын реттеу үшін, иманын көтеру үшін, күш қуатты алу үшін, және Алланың разылығын алу үшін. Біз ең бірінші, ең соңғыда біздің мақсатымыз, ниетіміз Алланың разылығын алу болу керек. Алланың разылығын алу болмайтын болса, оқыған намазың, ұстаған оразаң, келген мешітке қадамың сауапты болып саналмайды. Және ол құр бекерге кетіп қалуы мүмкін, құрметті жамағат. Сондықтан да осындай жұма күндер мешітке келген кезде ең бірінші ниетімізді жөндеп, Алла тағалаға барынша жақындайық. Құрметті жамағат, біз иншалла жұма намазына келдік бе, 30 минут кішкене уағыз тыңдайық. Бұл сабақ емес, бұл уағыз. Біз айттық қой. Сабақ пен уағыздың айырмашылығы бар. Сабақ деген кәдімгідей ручка әкелесің, дәптер әкелесің, кітап әкелесің, соған қарайсың. Уағыз деген адамның уағызшының бетіне қарап отырасың. Құлағың вроде тыңдап тұр, жүрегің тыңдай ма, оны өзің білесің. Бірақ адам баласы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізді үйретті. Адам уағызға келді ме, иншалла иманын көтеріп, жүрегін тазартатын болса, нұрдың үстіне нұр болады, құрметті жамағат. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз, Құдай қаласа, бұл пара беру мен жемқорлықтың зардабы. Пара беру, давать взятки, заниматься взяточеством деген сияқты тақырып бүгінгі болады. Енді жалпы сіздер білесіздер, біздің дініміз адамдың тапқан ақшасын адал жолмен табуға шақырады. Еңбек ет, машалла, қолдан келгенге шейін пара берме, пара алма. Арасында жүрме. Біреудер бар, легкий образ жизни тауып алғанда, посредник болады. Посредник между А, между Б. Сөйтіп не қылады? Өзінің долясын алады. Айтады, я решаю проблемы, я решала, короче говоря. Любую проблему решаем. Любые проблемы. С кем угодно, короче, решаем. И берем свою долю деген сияқты. Бұл біздің дінімізге сәйкес, яғни адамзаттың ақылына сәйкес, бұл не болмайды? Дұрыс болмайды. Сондықтан да параның зардабы, бұның өте қатты зардаптары бар. Біз оны тоқтатамыз, қазір тоқтаймыз кейбіреулеріне. Біз өткен аптада 4 нәрсе туралы айттық. Ол не туралы айттық? Білмейміз, Аллаху акбар. Неге білмейміз? Кейбіреулер есіне сақтау керек. Өткен аптада біз анау не туралы? Нашақорлық, алаяқтық. Сосын не дедік? Ішімдік. Сосын ойын құмарлық деді. Оны сіздер осы жұма күні тыңдаған нәрсені отбасыға барып айту керек, құрметті жамағат. Отбасыларыңызға барып айтпасаңыздар, анау мешіттен шыққасын салам алейкум болады. Оң құлақтан кірген нәрсе сол құлақтан шығып кетеді. Сондықтан да өткен тақырыпта бізде алаяқтық туралы айттық. Алаяқтар өте көп. Жылдан жылға, айдан айға көбейіп бара жатыр. Неше түрлі тәсілдер жасайды. Интернет арқылы келеді, үйіңе келеді, анау саған звондайды, қайырымды қор құрады, анау бүйтеді, сөйтеді, неше түрлі жолдар бар. Кімге ақша беріп жатсың? Қара. Қайда кетіп жатыр ақша? Қара. Бізге де келет, мысалы, мынаның операциясына керек, ананың бірдеңесіне керек. Егер ол сенімді болса, барып көрген болсаң, сенімді кісілер айтқан болса, бер, проблема бұл жерде жоқ. Бірақ егер ол пайғамбарымыз айтады, саллаллаху алейхи вассалам, 4 нәрсенің есебі міндетті түрде болады дейді. Әрбір адам баласы орнынан қозғалмайды дейді. Осы 4 нәрсеге жауап бермесе дейді. Соның біреуі не дейді? Ақшаны қайдан таптың, қайда жұмсадың? Міне маңызды. Неге? Өйткені адамды неге шақырады? Адалдыққа, тазалыққа шақырады. Тапқан ақшаң қандай болсын? Таза болсын. Тапқан ақшаң дұрыс жолмен келсін. Біреудің қарғысы болмасын, біреуді лақтырма.
алаяқтық жасама. Ақшаны жинап алып, қалтаңа салсаң, өйткені я имею право. Мысалы деп, өйткені мен таратушымын, өйткені мен анаумын деп, неше түрлі себептерді алып қалтаңа салатын болсаң, Алла көруші, Алла тағала білуші. Сондықтан да бүгінгі темамыз пара беру. Бәрі ақшаны жақсы көреді. Кім ақшаны жек көреді? Бәрі жақсы көреді. Қанша ақшаң көп болса, сонша жақсы болады деген сияқты. Ал бұны құртатын нәрсе, әрине, еңбекті жақсы болған жұмысты құртатын нәрсе ол ақша болып табылады. Сол ақша дұрыс жолмен келу керек. Адал жолмен келсе, ол алхамдулилля. Я сен бір жерде жұмыс істейсің, бірақ сонымен қатар сауда сатық істейсің. Бизнесің бар, ипің бар, тоғың бар, алхамдулилля. Ана зарплатаң жетпейді саған, мысалы дейік. Алып жатқан айлығың. Сен не істейсің? Бір сауда ашасың. Бір достарыңмен жолығасың, компаньон боласың, мұдарбаға жібересің, тому подобное, мушарека жасайсың. Пожалуйста. Проблем бұл жерде болмайды. Адам баласын не қылу керек? Бұл айтқанда реттеу керек. Адал еңбек ет. Отырма. Абай атамыз қайын, талап ет, еңбек ет, терең ой, қанағат, рақым дейді. Сондықтан да ең бірінші терең ойдан бұрын адам талап ету керек, талаптану керек, еңбек ету керек. Үйіңде отырсаң, ешкім саған форточкадан ақша тастамайды. Міндетті түрде не қылуың керек? Әрекет етуің керек, талаптануың керек. Сол кезде Алла саған берекесін береді. Енді жалпы бұл айтқанда пара беру, бұл бұрындан бар. Ол ислам дінінден бұрын болды. Мысалы дейік, ислам дінінен кейін де ол келе жатыр, бұл айтқанда. Бірақ оны әркім әртүрлі түсіндіреді. Кейбірақты ақтау үшін неше түрлі нәрселер шығарып аласың. Неге? Өйткені ол саған керек нәрсені өзің ақылыңмен не қыласың? Ақтап алғың келеді. Сондықтан да Алла Тағала бізге не дейді? Ең бірінші адалдық ету. Ол бізден сұралатын нәрсе имандылық пен тақуалыққа бет бұрыңдар дейді. Бір аятында Алла Тағала айтады, Ағраф сүресінде: "Валау анна ахлул қура аману ваттақау лафатахна алейхим баракатун минас самай вал ард." Егер бір ауылдың тұрғындары, бір жамағат, бір қауым, бұл айтқанда, бір мекендейтін хал иман келтірсе, және ваттақау, тақуа болатын болса, яғни тақуа деген немене? Бұл айтқанда, иман келтіріп, Аллаға қарсы келуден сақтанатын болса, біз не қыламыз дейді? Дәл сол орынға аспандан, жерден берекеттің есігін ашамыз дейді. Яғни біз не қыламыз дейді? Оған берекетті үйіп береміз дейді. Неге? Өйткені олар иман келтірді, және тақуалық жасады. Міне. Жай жалғыз иман келтірген жеткіліксіз, құрметті жамағат. Обязательно иман келтіріп не болу керек? Тақуа болу керек. Тақуа деген немене? Құдайдың істе деген әр нәрсесін істеу керек, істеме деген нәрсесіне жоламау керек, қысқа айтатын болса. Тақуа деген қорқу, жақсы көру, Құдайдың қаһарынан қорқасың, Алланың мейірбандығынан үмітіңді үзбейсің. Міне тақуалық. Құдайдың әмірін орындайсың. Егер айтады Алла Тағала, барлығы сол иман келтірсе, және бәрі тақуа болатын болса, біз аспандан, жерден оларға не қыламыз дейді? Берекетті құйып береміз дейді. Неге? Өйткені ол жердің халқы иман келтірген, және халқы не қылған? Бұл айтқанда, біреудің ақысын жемеген, бір-біріне пара алмайды, бір-бірін лақтырмайды, бір-бірін алдамайды, алаяқтық жасамайды, иман келтіріп не қылады? Адал еңбек етеді. Міне, сондықтан да адамға Алла Тағала осындай хикметті берді ме? Осы хикметтің берекесін не қылу керек? Түсіну керек. Сондықтан да ақша біреу табады, 1 000 000 теңге айына. Біреу барады, 100 000 теңге табады. Ақша көпте мәселе емес. Біздің дінде не деп аталады? Ақшаның несі болсын дейді? Берекесі болсын дейді. Аз тапсаң да ақша, бірақ берекелі болса, отбасыңа, бала шағаңа ол жақсы әсерін береді. Ал егер көп ақша табасың, біреуді лақтырасың, алдайсың, алаяқтық істейсің, пара бересің, пара аласың, посредник боласың, арақ сатасың, көп табасың, бірақ оның несі болмайды? Берекесі болмайды.
Неге үйіңде бірлік болмайды, ынтымақ болмайды, татулық болмайды? Бір-біріңе деген не болмайды? Бала мен ананың арасында, қыз бен әкенің арасында ынтымақ болмайды, татулық болмайды. Неге? Өйткені ішкенің, жегенің, тапқан ақшаң қандай? Харам болып жатыр. Сондықтан да Алла Тағала айтады, міне, егер сол бір ауылдың қауымы дейді, иман келтіріп тақуа болғанда, біз аспандан жерден берекені құйып береміз дейді, құрметті жамағат. Сондықтан да жұмыстың да, ақшаның да берекесі болу керек. Берекесі болмаса, көзің тоймайды, ең жаманы, және нәпсің не қылмайды, тұрақты болмайды. Сенде беспокойство. Анау керек, мынау керек, ананы бүйту керек, сөйтіп Құдайды да ұмытасың, исламды да ұмытасың, намазды да ұмытасың. Неге? Өйткені сенің мақсатың тек қана бір-ақ нәрсе. Сондықтан да Алла Тағаланың әмірін әрбір аятын оқыған кезде, осында аяттар түскен кезде, адам оқыған кезде кішкене не қылу керек? Ойлану керек. Не үшін Алла Тағала осыны бізге осылай айтып жатыр, неге басқаша айтпай жатыр деген секілді. Енді жемқорлықтың нәрселеріне тоқталатын болсақ, ең бірінші жемқорлық әділдіктің жауы дейді. Жемқорлық болған жерде әділдік болмайды. Әділдік деген ол мемлекеттің, қоғамдың негізі. Пайғамбарымызға Алла Тағала айтты: "Инналлаха я'мурукум ан туаддул аманати иля ахлиха ва иза хакамтум байнан нас ан тахкуму бил адл." Алла Тағала саған бұйрық береді. Инналлаха я'мурукум. Бұйрық береді сендерге ан туаддул аманати иля ахлиха. Аманатты өз иелеріне қайтарыңдар. Сосын не дейді? Адамдардың арасында үкім шығарсаңдар, әділ үкім шығарыңдар дейді. Басқа бір аятында "И'дилу валау кана за қурба" дейді Алла Тағала. Әділ болыңдар, тіпті олар сендердің туғандарың болса да дейді. Қазақ атам не дейді? Тура биде туғаны жоқ дейді. Туғанды биде иманы жоқ дейді. Міне, ол қай жерден алған? Ол шариғаттан алынған нәрсе. Яғни тура биде туғаны жоқ дейді. Шындыққа келді ме, әділдікке келді ме, ол не қылмайды? Қарамайды. Родной, дорогой, чужой, свой деген сияқты. Неге? Өйткені сен әділдік бойынша шешуің керек. Я саған ренжуім мүмкін. Сен не болды? Мені бүйтіп подставил. Анау, мынау. Енді сен кидалшық болсаң, кто виноват в этом? Құдай сақтасын. Сондықтан да не дейді? Туғанды биде иманы жоқ дейді. Міне. Ал енді әділсіз би болса, олда несі жоқ? Иманы жоқ. Почему? Ол қарамайды. Сондықтан да жемқорлық ең бірінші зияны неде белгіленеді? Әділдіктің ол жауы болып табылады. Жемқорлық болған жерде әділдік болмайды, құрметті жамағат. Алла Тағала Құран кәрімде айтты: "Вала такулу амвалакум байнакум бил батил ва тудлу биха илал хукками литакулу фариқан мин амвалин нас бил исми вал антум тазуннун" дейді. Антум та'ламун дейді. Яғни бір-біріңдің мал-мүліктеріңді ұрлау, тонау, алдап арбау, қиянат жасау, өсім белгілеу және құмар ойын секілді арам жолдармен жемеңдер. Сондай-ақ өздеріңе тиесілі болмаған дүниені, хам ел жұрттың дүниесін бір парасымен не біліп тұрып, күнәлі жолдармен жеу үшін басшылыққа беруші болмаңдар дейді. Біреумен судишься. Ты знаешь, что ты виноват. Мысалы, біліп тұрсың, сен күнәң бар. Бірақ не хочешь признавать. Сотқа барасың, сөйлесесің, звонок другу, ананы қосасың, мынаны қосасың. Сөйтіп сен чистый белый болып шығасың. Анауың кім болып шығады? Аузы білля болып шығады. Егер сен сондай жолмен біреуді алдап, арбап, ақысын жеп, оны кемсітсең, Алла Тағала не дейді? Ондай адамдар харамды жегенмен бір дейді. Яғни адам баласы, каждый адам судьяға барған кезде считает себя на правильном пути. Но в душе сен біліп тұрасың, кто прав, а кто не виноват. Сондықтан да Құдайдан қорыққан адам, ол не қылады? Сотқа бармай, мәселені не қылады? Сол жерде шешеді. Сол жерде шешеді. Неге? Өйткені соттың үкімі шықты ма? Сен мысалы дек, не виноват, ол виноват болды ма? Алла көріп тұр. Алла запомнит, ешкімнің ақысын жемейді. Бірақ сонымен бірге Алла Тағала өзінің ақысын ешкімге жегізбейді. Ол біз ойлаймыз, там бір бейтем, сөйтем, любой не қылам. Алла көріп тұр. Ана біреулерге жағады, алдамды, алдайды, бейтеді, сөйтеді.
ойлайды, ол Құдай хабары жоқ, Құдай білмейді, онда әңгіме болмайды. Алла бәрін біледі, бірақ Алла не қылмайды? Асықпайды. Уақыт сағаты келген кезде Алла Тағала не қылады? Әрбір адамды өзінің жазасын береді, немесе сыйлығын береді. Сондықтан да Алла Тағала бізге қайтарды. Харам жолмен, пара беру жолымен ақша таппаңдар, біреулерді ақша беріп сатып алмаңдар. Мысалы дейік, екі кісінің арасында конфликт болды. Бір кісі маған ұнамайды, мен екі свидетельді табам, сосын айтам, мына кісі, мен мына кісіге мысалы дейік 50 миллион теңге бердім, сендер екеу куәсіңдер. Сотқа барасыңдар, айтасыңдар, уаллай да біз куәлік береміз, ислам болса, уаллахи мынау 50 мың теңге берді, мынау екінші кісі әлі оны қайтарған жоқ. Бұны шариғатта не дейді? Шахадаты зур дейді. Шахадаты зур деген немене? Өтірік куәлік беру. Көрмегеніңді, естімегеніңді, қатыспаған нәрсеге өтірік куәлік беретін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Ол Құдайға ширк қосқанмен бірдей. Үлкен күнәға жатады. Өтірік куәлік беру біздің дінде не просто запрещается, а категорически запрещается. Адам баласы. Міне, сондықтан да бұл да не? Параның бір жолы болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абдулла ибн Амрудан келтіреді. Ләна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ар-раши вал мурташи. Атақты хадис. Пайғамбарымыз лағнат айтты. Кімге? Пара берушіге және пара алушыға. Запомните. Екеуі де не қылады? Бірдей болады. Айтады, мен мәселені шешіп берем. Қандай шешіп бересің? Жолдары бар деген сияқты. Егер ол пара жолымен, әділетсіздік жолымен жасайтын болса, бұл Құдай сақтасын, не қылдың? Малғұн болдың. Малғұн деген немене? Бұл айтқанда Алланың лағнатын алсын. Лағнат деген сөзі Құдайдың мейірбандығынан алыстайсың деген сөз. Ондайларды Алла Тағала жек көреді. Енді сіздер қыссаны білесіздер. Ол қысса келтіріледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сахабаны зекет жинауға жібереді. Ол сахаба зекетті жинап алып келеді. Сонда алып келген кезде пайғамбарымызға не дейді? Мынау сіздердің зекеттеріңіз, ал мынау маған сыйға берілген нәрсе дейді. Міне, пайғамбар айтады, мынау зекеттікі дейді, а мынау мой подарок дейді. Міне. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жұмысты көріп не қылады? Ондай сахабаға қатты ескерту беріп мұсылмандарға айтады. Алла маған жауапкершілік артып, сендерге басшылық етуді тапсырды. Мен біреулеріңді белгілі бір қызметке тағайындаймын. Аталмыш әлгі адам келіп, мынау халықтың малынан, ал мынау маған сыйлық дейді. Егер ол шынымен сыйлыққа дайын болса, неге сол сый оған ата-анасының үйінде отырғанда келмеді дейді. Міне. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл сахабаны қайтарды. Неден? Өйткені ол барып не қылды? Мынау адамдардың ақшасы, ал мынау маған берген подарок деген сияқты. Неге сен именно сол кезде сол подарокты аласың? Неге дони болмайсың? Неге постни болмайсың деген сұрақ бұл жерде туады. Сондықтан да бұл жерде, яғни бұл хадис ұзын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам неден қайтарады бізді? Бұл айтқанда еңбек етпей, біреудің жұмысын бітірген кезде алатын сыйлығын, о не болып табылады? Пара болып табылады, құрметті жамаға. Бірақ сен айтасың, я же бегал же. Мен кабинетке кірдім, анаған ағатай дедім, маған ука дедім, аған ака дедім, сөйтіп тіл табыстым дейсің. Тілің 2 метр, это не значит еңбек. Еңбек деген немене? Қара жұмысты істеп табатын болсаң, это другой болып табылады. Сондықтан да бұл да ақша, күмәнді болған ақшаны пайғамбарымыз не қылып жатыр, бізді қайтарып жатыр. Екінші, жемқорлықтың қоғамдағы зардабының біреуі бұл үлкен күнә жұмыс екендігін ұмытпауымыз керек. Сонымен бірге қатар қоғамға қандай зиян береді? Парақорлық, немесе жемқорлық. Ең бірінші, білімсіздік жайлайды. Диплом сатып аласың. Бір жерге тіркелесің, бітті. Сабаққа бармайсың. Не қыласың сен оны? Ақшамен реттейсің. Онда қоғамда не пайда болады? Білімсіздік пайда болады. Біреуі PhD доктор, біреуі мүмкін еңбегімен алған болса, проблем жоқ. Бірақ егер пара мен жемқорлық арқылы алған диплом, о не қылады? Адамға пайда бермейді. Ол неге алып барады? Қоғамда білімсіздер көбейді. Саны көп, сапасы жоқ. Құдай сақтасын. Ол қоғамды бұзатын нәрсе. Бірінші. Екінші не дейді? Біліксіз мамандар көбейеді. Біліксіз мамандар көбейеді.
дәрігер, инженер, архитектор, программист. Бірақ дәрігер нені? Анальгин мен панадолды ажырата алмайды. Ангина мен нені? Тұмауды ажырата алмайды. Қалай дәрігер болады? Ертең сені ол өлтіреді әкең танытып. Құдай сақтасын. То же самое строитель, инженер, строитель диплом алды. Бірақ аузы-билля не қыла алмайды? Үй сала алмайды. Өйткені ол парамен алды, допустим. Қоғамды бұзылады. Қоғамда не пайда болады? Бұл айтқанда біліксіз болған мамандар пайда болады. Конторада отырады, екі әріптің басын қоса алмайды. Өз саласын маман емес. Бірақ дипломы бар, красавчик, машалла, бисмилла. Бұл айтқанда. Үшінші не дейді? Зардабы? Бұл айтқанда әділетсіздік етек алады дейді. Бұны жоғарыда айттық. Парақорлық басым болған жерде, жемқорлық тараған кезде не пайда болады? Әділетсіздік басым болады. Төртінші, қалыптасқан жүйеге зиян тиеді. Халықтың арасында недовольство пайда болады. Почему так? Почему не так? Неге әділетсіздік деп халықтың арасында не пайда болады? Қоғамға деген, елге деген, басшыларға деген немқұрайлық, немесе бұл айтқанда қарсылық пайда болады. Бұл неге алып барады? Бұл қоғамды, елдің бірлігін кетіруге себепші болуы мүмкін. Құрметті жамағат. Сондықтан да адам, Құдай сақтасын, аузы-билля, осы парақордан, жемқорлықтан аулақ болу керек. Демек, оның зияны ең бірінші. Бұл қоғамда не пайда болады? Біліктілік азаяды, білімділер кетеді, әділетсіздік не қылады? Сосын не? Қалыптасқан жүйеге ол пара, жемқорлық зиянын тигізеді. Енді жемқорлықтың алдын алу шаралары қысқа айтатын болса, ең бірінші не істеу керек? Өзгерісті өзіңнен бастау керек. Біз жоғарыда айттық. Ешкімге қарама. Біреулер айтады, у нас система такая. Вот сен должен давать, ты должен отсёгывать, ты должен там это делать, 10%, 20%. Егер сен сол жобаға кіретін болсаң, сен де не боласың? Құдай сақтасын, парақор боласың, малғұн боласың. Құдай сақтасын. Неге? Өйткені сен де сол системаны қолдап жатсың, қуаттап жатсың. Бұл өте қауіпті нәрсе. Яғни өзгеруді өзіңнен баста. Біреуге айтпастан бұрын, біреуге бір нәрсе баяндамастан бұрын, өзгерісті өзіңнен баста. Біріншісі. Алла Тағала Құран кәрімде айтты: "Я юханнас, кулу мимма фил арди халалан тайиба." О иман келтірген адамдар, халал болған жер бетіндегі нәрселерден тамақтаныңдар деді. Зачем саған? Харамдан ақша тау. Жоғарыда айтылған секілді. Өзіңе зиян бересің, отбасыңа зиян бересің, балаларыңа зиян бересің. Ертең сол балаң парақор болады, немесе нашақор болады, немесе игроманияға беріліп кетеді, немесе бұзылып кетеді. Неден? Опять же айтам, ішкенің, жегенің, тапқан ақшаң харам болғандықтан. Екінші, пара беру не дейді? Күнәға ортақ болмау дейді. Яғни адам баласы пара бермеу, параға жоламау. Неге? Өйткені білу. Сен егер пара бердің ба, жемқорлыққа бет бұрдың ба, ондай болса сен не қыласың? Күнә жұмысқа бірлесесің. Ондай болса не болады ол? ОПГ болады. Организованный, коррумпированный, преступный группировка. Бір-біріңе бересің, бір-біріңе аласың. Алла Тағала бізге Құран кәрімде айтты: сендер жақсылықта және тақуалықта бір-бірлеріңмен болыңдар деп. Көмектесің, болысыңдар. Ал сендер ешқашан күнә жұмыста және бір-бірлеріңе жамандық істеудікте бірге болмаңдар деп. Күнә жұмыс болып жатыр ма? Ол группадан, ол жамағаттан, ол топтан шығып кет. Ол саған пайда бермейді. Сені адастыруға алып барса, шатастыруға алып барса, ондай топ саған керегі жоқ. Ондай ахилар, ахишкалар, братишкалар керегі жоқ. Неге? Өйткені сен ертең барып тығырыққа тығыласың. Құдай сақтасын, солардың артынан ерем деп. Үшінші, алдын алу. Біріншісі демек адам өзімен күресу керек. Екінші, біреудермен қосылмау керек жемқорлықта. Үшіншісі не дейді? Балаларға дұрыс тәрбие беру. Бұл айтқанда болашақты түзету. Балаларымызды дұрыстап тәрбие беріп отыруымыз керек. Балаларымызға біздер айтып отыруымыз керек.
что бұл пара беру, жемқорлық жасау, бұл күнә жұмыс. Бірақ кейбірақта біз өзіміз үйретеміз. Право ала алмай жатыр, и ничего страшного. Решим ма. Анау болмай жатыр, решим проблема. Міне, ондай адам баласында болмау керек. Неге? Өйткені сен балаңды қазірдан бастап тәрбиеле. Я көмектесуге болады, болысуға болады. Бірақ оның, былай айтқанда, келешегіне балта шаппа. Егер қазірдан бастап балаңды, немереңді үйретсең, жеңіл ақша табуға, любой нәрсені өзің шешіп беруге. Ондай болса сен не қыласың? Балаңдың келешегіне балта шабасың. Я көмектес, басында болыс. Ақшалай болысасың ба, бір жұмысқа кіргіз, былай айтқанда, общий вагонға мінгізіп бер. Бірақ ол общий вагондан кейін өзі плацкартныйға өту керек, өзі купейныйға өту керек, өзі сваға өту керек. Сен оның артынан жүрмеу керек. Бір рет аяққа тұрғызып, реттеп, пойызға салып жүр. Ары қарай өзі пойыздан түсіп қалама. Кейбіреулер пойыздан түсіп қалады. Остановкаға 15 минут демалатын орынға жарты сағат демалып қалады. Пойыз кетіп қалады. Пойыз сені күтпейді. Құдай сақтасын. Өмірімізде дәл сондай. Бірақ сен балаңды жеңіл ақша табудыққа, жалқау болудыққа, еріншікке үгіттегіме, тәрбиелеме және жол көрсетпе. Тапсын, еңбек етсін. Қиналған кезде саған келеді, итақта. Сенден басқа кімге барады? Субханалла. Сен оған көмектесесің. Әке-шешесі міндетті түрде көмек. Демек, төртінші, үшінші біздің білетін нәрсе балаларымызды адалдыққа, тазалыққа тәрбиелейді. Параға емес, жемқорлыққа емес. Төртінші, имандылыққа бет бұру. Бізді парадан сақтайтын, жемқорлықтан сақтайтын нәрсе ол имандылық. Біз жоғарыда аят келді. Аману уаттақау. Егер олар иман келтіргенде, егер олар тақуа болғанда, онда не болады? Баракати минас самай вал ард. Жер аспандан Құдайдың берекесі жауады деп Алла Тағала бізге келтіреді. Сондықтан да төртінші, имандылыққа бекем болайық. Бесінші, халықты бақылау, немесе халық, әрине бұл айтқанда кейбір уақытта соны қарап отыру керек, соны байқап отыру керек. Бірақ қазір байқа халықты көр десең, бітті, біздікілерге открой путь жаза бастайды әкесіндан. Бәрін көздеріне будет мерещиться. Анда коррупция, мында коррупция. Көп кісілер адал жұмыс істейді, құрметті жамағат. Өйткені адалдық болмаған жерде ол Құдайдың несі нұры болмайды, құрметті жамағат. Сондықтан да енді кейбір уақытта ондайдар болып қалуы мүмкін, бірақ ондайдарға біздер таза, дұрыс көзқараспен жасауымыз керек, құрметті жамағат. Алла дұға тілектерді қабыл етсін, иманымызды кәміл етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.